Мүмкін әріптестер, бүгін сіздермен бірге тест-центрдегі логин паролімізді қалай восстановить ету керектігін көрсететін боламын. Қайта қалпына келтіру. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл пайдалы ақпарат. Ең оңай жолы сіздер үшін телефонда Samsung'те Play Market'тен тест-центрдің приложениесін тартып аламыз, жүктеп аламыз. Одан кейін App Store'дан iPhone болатын болса, соны жүктеп алып, мына приложениеге кіретін боламыз. Мына приложениеге кіреміз. Құпия сөзді ұмыттыңыз ба дегенді басамыз. Және мұнда Face ID арқылы құпия сөзді қалпына келтіру деген батырманы басамыз. Камераға доступ береміз, рұқсат береміз. Және JSN-імізді жазатын боламыз. Жалғастыру және камерадан осылай өтеміз. Мұнда растау кодын енгізіңіз дейді. Код енгізілуі тұр. Одан кейін жаңа құпия сөзді енгізіңіз. Мұнда жаңа құпия сөзді өзіңіз енгізетін боласыз. Және бір жерге жазып алуды ұмытпаңыз. Сақтау. Так, указанный пароль не соответствует требованиям дейді. Бұл талапқа сай емес дейді. Талапқа сай парольді жазатын боламыз. Талабы 8 символдан кем емес, үлкен әріп және кіші әріппен енгізетін болады. Мұнда телефон нөмірді жазамыз енді. Құпия сөзді өзгертіп болғаннан кейін өзіңіздің поштаңызды немесе JSN-іңізді, телефон нөміріңізді және өзгертілген құпия сөзіңізді жазып, кіру батырмасын басамыз. Мұнда техникалық ақауларға байланысты мен бас тартуды басамын. Так. Дұрыс жазылмай қапты. Бас тарту. Осылай парақшаңызға кіріп, тестке заявка тастай аласыз, өтініш бере аласыз және хабарлы сертификаттарыңызды осында көре аласыз. Осылай тест-центрдегі неңізді қалыпқа келтіріп алуға болады. Басқа да сұрақтар болса төменге жаза кетеміз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық.